Таза бейсенбі экологиялық акциясы белсенді түрде жалғасуда. Бүгін Тараз қаласының шығыс қақпасы саналатын әуежай маңындағы аумақ қоқыстан тазартылды. Тұрғындардан түскен шағымнан кейін ұйымдастырылған таза бейсенбі экологиялық акциясы аясында аумаққа тазалық жұмыстары жүргізілді. Тараз әуежайына апарар жолдың бойы соңғы уақытта бейберекет қоқыс тастайтын орынға айналған. Аумақта тұрмыстық қалдықтармен қатар санитарлық талаптарға сай келмейтін де басқа да қалдықтар анықталған. Бұл жағдайға алаңдаған қала тұрғындары мәселені тиісті органдарға жеткізіп, аумақты тазарту бойынша өтініш білдірді. Осыған байланысты аталған аумақта тазалық жұмыстары ұйымдастырылды. Енді бүгінгі акцияның бір келіп өкініп отырғанымыз қаланың маңы кіреберісте осындай үлкен тұрғындарымыз қоқыс алаңын айналдырып жіберген өте өкінішті. Бүгін осы жерді толықтай тазартып, халыққа үндеу жасайтын боламыз. Осы алаңды біз тазалап өткен алаңдарды қайта қоқыс алаңына айналмаса да, біз жай тазалық жұмыстарын арқылы жалпы қаламызды таза қалаға айналдыратын. Тазалық акциясына партия мүшелері мен жастар рухының 150-ге жуық белсендісі қатысты. Олар арнайы техниканың көмегімен 4 тоннаға жуық қоқысты тиеп полигонға жөнелтті. Жастардың айтуынша бұл тек тазалық шарасы емес, бұл туған жерге деген құрмет пен экологиялық мәдениеттің көрсеткіші. Бұл жақтағылардың барлығы сол өздерінің таза Қазақстанның қалыптасуына өз үлестерін қосқысы келетін жастар болып табылады. Сондықтан қазіргі таңдағы жастарға, қазіргі азаматтарға айтарым, өзіміздің табиғатымызды аялайық, ешқашан ластамайық, өтіп бара жатқанда қоқысты лақтырып жібереді ғой, олай жасамайық деп сұрағым келеді. Таза бейсенбі экоакциясы аясында жыл басынан бері өңір аумағында 17 тоннадан астам қоқыс шығарылып, бірқатар елді мекендерде санитарлық тазалық жұмыстары жүргізілді. Мамандар мұндай бастамалар тек аумақты тазарту емес, тұрғындардың экологиялық мәдениетін қалыптастыруға бағытталғанын айтты. Ұйымдастырушылар алдағы уақытта да бұл бағыттағы жұмыстар жүйелі түрде жалғасатынын жеткізді. Мөлдір Омбай, Аңсар Тілепберген, Айдос Қыстаубек, Қордай, 24 Ньюс.